Мен бұл дүниеге келмей тұрып, анамның жүрегі әлдеқашан жаралы еді. Анам нәзік жан, бірақ тағдырмен алысып, өмірдің дауылына қасқайып қарсы тұрған қайсар әйел болатын. Оның әңгімесін естіген сайын жүрегім сыздап кетеді. Жастайынан көрікті, тәрбиелі, еңбекқор қыз болған. 17 жасында махаббат жетегінде жүріп, өзінің алғашқы күйеуіне тұрмысқа шығыпты. Бақытты күндері аз ғана уақытқа созылған. Тағдырдың тәлкегімен анам жесір қалып, бір ұлымен, менің ағаммен төркінінің табалдырығына қайтып оралған. Сол кезде анам әлі 20-ға да толмаған жас келіншек еді. Ағам дүниеге келгенде ол бар өмірін баласына арнады. Өзінің бақытын емес, ұлының амандығын тіледі. Ауылда жұмыс істеді. Қалаға барып, арзан пәтер жалдап, күн-түн демей еңбек етті. Туыстарының қолында тұрса да, ешкімге масыл болмай, ұлын өзі өсірді. Көп ер азаматтар анамның қолын сұрады. Алайда анам ешкімді жүрегіне жолатпады. Жылдар өте берді. Ағам 11-ге келгенде тыныштықты тағы да тағдыр бұзды. Анамның марқұм күйеуінің інісі, яғни менің кейінгі әкем ауылдан келіп, анама әмеңгерлік жолмен сөз талды. Оның да жары қайтыс болған, артында ешбір баласы қалмаған. Тек ағасының баласы, яғни менің ағам, оның әулетіне жалғыз тұяқ, жалғыз үміт болып қалған еді. Анам алғашында үзілді-кесілді қарсылы болды. Мен өткенге қайта орала алмаймын. Ағаңның әруағына да, балама да адал болғым келеді, деген. Бірақ уақыт өте, ағамның тағдыры үшін, ұлының болашағы үшін, жалғыздықтың салмағы үшін ойланып, жүрегімен емес, ақылымен шешім қабылдады. Мен сол некеден дүниеге келдім. Ағам үшін өгей, ал әкем үшін жалғыз перзент болдым. Бірақ мені ешкім бөле жармады. Бірақ жан жарасын адамның көзімен өлшеуге болмайды екен. Ағам анамның бұл шешімін қабылдай алмады. Өскен сайын ол менің бар екендігімді, тағдырға деген реніштің белгісіндей сезінді. Өйткені менің әкем ағамды шеттетіп, арасында қол жұмсайтын. Сол үшін де ағам дұрыс тәрбие алмады. Жүрегінде мұз қалды. Ағам ер жетіп, бозбала шағында ешкімді тыңдамай Алматы қаласына жұмыс істеймін деп кетті. Анам солқылдап жылап қала берді. Баласымен кетейін десе, күйеуінен қорқады. Менің әкем кетсең кете бер, қызыңды еш уақытта көрмейсің деген сөзді мені тастап кетуге қимады. Арада 2 жыл өтті. Ағам сол күйі хабарсыз. Анамның көз жасы құрғамады. Солай жүргенде әкемнің жүрегі ұстап қайтыс болды. Сондағы туыстарым байғұс анамды түтіп жеп, сен бір үйдің 2 еркегінің басын жұттың. Қарғыс атсын сені. Өмір бойы жылап өт деп, әжемнің қарғаған сөздері құлағымнан кетер емес. Жылап-жылап көзі іскен анам қаражатты нағашы ағасынан алып, мені сол жаққа тастады. Ағамды іздеп бірге тұру болды. Көп ұзамай ағамды тапты. Ағам өзінен 10 жасқа үлкен әйелдің күйеуі болыпты. 2 жыл бойы бірге тұрады екен. Анамның табанын тозып, ағамды тапқанда, өзінен шамалас келінін көргенде есінен танған екен. Десе де біраз ұрыс шығарып, ағам екеуі ұрысып тынды. Анамның салы суға кетіп, үйіне жылап келді. Бәріне өзін кінәлады. Әттең уақытты кері шегергенімде, қайныма 2-ші рет тұрмысқа шықпағанымда, осындай өкінішімен жылап мені құшақтап, көз жасы көл болғаны есімде қалыпты. Анам өте мейірімді жан, тек көнгіштігі болмаса. Менің әкем талай рет ағамды ұрғанда анам ортаға түсті. Сол кезде әкем шаруаң болмасын, мен бұл баланы еркек сияқты тәрбиелеп жатырмын дейтін. Сөздері құлағымда әлі күнге дейін жаңғырып тұр. Сол бір ұрыс соғу тәрбиесі ағам байғұстың балалық шағын ластағандай. Өз анасына деген жеккөршілік пайда болғаны жасырын емес еді. Енді міне, анамды адам қорлы көрмей барған кезде қуыпты. Содан анам мені ертіп алып қалаға жұмыс жасауға шықты. Ағам тұратын жерге жақын пәтер жалдадық. Сондағы анамның ағамды көріп тұрғысы келген. Көп замай ағамның әйелі деп жүрген үлкен әйел басқа еркекті қолына кіргізіп, менің ағамды үйінен қуып шықты. Ағам жап-жас болып, күйіктен шыдамай ішіп алып көшеде сол қатынның үй жағында жатады. Сонда ол қатынның арғы жағы үшін жылап қайғырып жүрген түрі. Айналасында өзімен жаста одан да жас қыздар жетіп жатыр.
Ағамның түр десе түрі, бой десе бойы бар. Талай рет мас күйінде анам құшақтап үйге әкеліп жуындырып жатқызатын. Ағам есін жиғанда ештеңе білмейтін адам секілді үйден шығып кетеді. Сонда ағамның ішіп мас болғанын көрген анам ана қатын бұл баланы дуалаған, әйтпесе оны не қылсын деп күйініп отыратын еді. Содан ағамның суретін салып мені қасына ертіп алып тәуіптерді жағаладық. Олардың айтатын сөзі сол: ойбай, мына қатын балаңа дуа жасаған, дуасын кетіру қиындау, мына ақшаң кетеді деп байғұс анамның тірнектеп жиғанын сорып жатты. Анам да ақ албасты қатынның ісік екенін біліп едім деп қоштап кетті. Ағамды дуаласа дуалаған шығар, бірақ оның махаббаты ма әлде басқа ма білмедім. Әлгі албасты қатынның үйінен торауылдап шықпай жүрді. Бір күні оның көңілдесі ме әлде байы ма әлгі қатынды есік алдында қуып жүріп сабады. Сонда анамның өле қал, сен албастыға сол керек деп жүзінен қуанған белгісі көрініп тұрды. Бірақ ағам шыдамай ол әйел үшін әлгі жауырыны қақпақтай еркекпен айқасып кетті. Таяқ жеп қалды. Ол әйелді құшақтап үйге әкеліп өз бөлмесіне жатқызып қойды. Шындығы ол қатынды басқа еркекпен болып жатқанда ұстап алған екен. Сол үшін таяқ жеген сорлы қатын. Ал намыссыз ағам әркімнен қалған трәпкі қатынды пәтерімізге тұрғызды. Ана қатын тұратын пәтер иесі айқай-шудан шаршап, оның заттарын далаға лақтырып қуып жіберді. Ақшасын да төлемеген. Бұрын ол пәтердің ақшасын менің ағам төлеген екен. Анам ұрыс шығаруға қорықты. Ұлы үшін үнін шығармай, жек көретін әйелмен бірге тұруға мәжбүр. Бір апта бойы анам ол қатынды күтіп баптады. Ол да ырбаңдап аяқ-қолы жазылғанша орнынан тұрмады. Бар қызықтың көкесі бір аптадан соң басталды. Өзіне келген кәрі жеңгем кеш басталса, ағам екеуінің дауыстары естілетін болды. Ол кезде баламын ғой, жеңгем ауырып жатыр деп ойлап жүрсем, сөйтсем көкпар шапқаннан дауыс екен. Анам ол кездері екінші жұмысы тойханада еден жууға тұрды. Кешкі 6-да кетіп түнгі 2-де келетін. Әлгі дауысты бірде еріксіз барып тыңдап едім. Қаттырақ деп айқайлап, әлгі кәрі жеңгемнің дауысы шықты. Әлде түсінбей таңғалып жүрдім. Жеңгемнің ыңғайсыз дауысын анама айтайын десем, түнде ұйықтап жатқанда келеді. Күндіз мен тұрамын дегенше жұмысына кетіп қалады. Кәрі жеңгем тамақ істемеуші еді. Тек жұмыртқа ғана жасайды. Оны да өзінің қарны ашқан кезде. Маған да 2 жұмыртқаны әзер қуырып береді де, итке нан лақтырғандай: «Мә, же, шешең сұраса ашпын деп айтушы болма» дейтін. Қабағы ашылмай бөлмесіне кіріп кетеді. Анам маған үнемі ақша беріп қояды. Өзі жұмыста болғасын. Есік алдында магазинде пирожки бар. Қарным ашса, соны сатып алатынмын. Кәрі жеңгеме күнім қарамасын. Нағыз сорлының өзі ғой. Бар ойы нәпсіде. Көп замай ағамның аспабынан қышуы қанбай, бөтен еркектерді қабылдауға көшті. Менің қолыма ақша беріп, үйге келуші болма, ойнап кел деп ара-тұра солай жасап жүрді. Бірде кешке таяу анам ауырып жұмыстан келді. Далада жүрген маған неге жалғыз далада жүрсің деп сұрады. Жеңгемнің ісі екенін айтып едім. Ашуланып кеткен анам үйге қарай беттеді. Анамда үйдің кілті болған. Сол кілтпен есікті ашқанда күнде еститін ыңғайсыз дыбыстар естілді. Анам маған қолыма ақша беріп, сен магазиннен нан әкел, сосын далада біраз жүре тұршы, қазір өзім шығып үйге кіргізіп аламын деді. Ештеңе білмей кетіп қалдым. Далада біраз жүрдім. Ағамның дауысы, жылаған анамның дауыстары естілетін сияқты. Сол уақыттары ағам жұмыстан келетін еді. Анамды біраз күттім. Күнде батып барады. Анам келмегесін өзім үйге бардым. Барсам үйдің атмосферасы енді дауыл тұрғандай, астан-кестеңі шыққан. Анам жылап отыр. Үсті-басы жыртылған, бетінде соққы бар. Ағам болса анама: «Сен жаман әйелсің. Менің әйеліме қалай жала жауып жатсың? Ұялмайсың ба? Әкемнің інісімен болған саған басқа еркекпен жату не тұрыпты? Мені әдейі ажырастырғың келді» деп айқайлап жатты. Ал анам әлсіз дауыспен: «Сенің сорлы қатынсымағың басқа еркекпен үйде ойнас құрды. Айқайлап ұрысып қуып едім. Ана қатын мені ол еркекке қорлатты. Сенің келетін уақытыңды біліп, саған мені жексұрын етіп көрсету үшін осы тірлікті жасады» деп ақталса да, ағам ештеңе сенбей кәрі жеңгемді жетектеп алып кетті. Тек анам ғана қатты қиналып жылап қалды. Бұл оқиғалардың бәрін ес білгенде ғана түсініп жылап алдым. Ағам да кәрі жеңгемден нағыз оңбаған еді. Әлгі жерден көп замай көшіп кеттік.
Сол оқиғадан соң анам ұлын іздеуді де сағынуды да қойды. Бірақ түн болса маған білдіртпей көз жасы көл болатынын білемін. Мен үшін ғана амалсыз өмір сүріп жүр. Арада уақыт өтті. Бой жеткен қыз болдым. Анам оқуыма деп ақша жиған еді. Оқуға түсе алмай, ақылы оқуға тура келді. Анамның жағдайын білетін мен оқу оқымаймын деп тұрып алдым. Анам жылап отырып, оқу оқығанымда қалады. Солай құжаттарымды дайындап жүргенде көшеден қайыршы секілді жұпыны киінген ағамды көріп қалдық. Анам еріксіз жылап, қасына барып құшақтап сүйіп тағы да ұйықтап әкелді. Өзі сөзге аса жоқ адам еді. Анам тағы да ас үстіне түсіп, ысты тамағын беріп, түк болмағандай құшақ жая мейірімділігін көрсетті. Тамақ ішіп отырған ағам, кешір апа, барлық ренішім үшін кешір деп жылап жіберді. Сорлы ағама сонша жылдан соң ғана ескіріпті. Бұған да шүкір. Сол бір күннен соң ағам мен анам табысып, бәріміз бір үйде тұрдық. Бірақ мен ағамды әлі күнге дейін ұнатпаймын. Аға деп құшақ жая алмадым. Анам ұзақ уақыт ағамды күтіп, одан жұмысына дейін тамақ апарып, әйтеуір ағамды адам қылды. Ағам намазға жығылды. Өзі сияқты әйелмен неке қиды. Қазір анам әже болған. Бұрынғы көрген бейнетінің зейнетін көріп отыр. Намазхан ағам базарда шағын бутиктарда зат сатады. Жайнамаз, таспиқ деген секілді заттар сатып, отбасын анамды асырап отыр. Бұл жерде анам қанша қиналса да сынақтарға төзді. Әлгі әйел, яғни кәрі жеңгем, бір кездері әркіммен ойнастық жасап жүріп, ажалы бір еркектен келіпті. Қазір ол қара жерде.